Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше, қазіргі таңда хит рецепттердің бірі дымлямак тести деп аталатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді тамақ жасауға кеңес беремін. Алдымен біз дымляманың қамырын жасап аламыз. Ол үшін ұн, жылы су, ашытқы, сұйық май, тұз бен шекер қажет. Ең бірінші суымызға тұз бен шекерімізді салып араластырып аламыз. Кеңірек ыдысымызға тұзды суымызды құямыз. Олардың үстінен ашытқымызды саламыз. Ұнымызды қосып қамыр илейміз. Бұл қамыр бауырсақтың қамыры сияқты жұмсақ болмау керек, қолға жабыспау керек қамыр. Ең соңында сұйық майымызды құйып, жақсылап илеп, нанымызды жылы жерге көтерілуіне қалдырамыз. Біздің дымлямамызға сиырдың еті қажет болады. Менде сиырдың еті осылай 4 штаб турадым. Жылқының етін, қойдың қабырғасын ала берсеңіздер де болады. Көкөністерден пияз, картоп, қызанақ, болгар бұрышы және чеснок қажет болады. Табамызға май құйып, оны қыздырып аламыз. Әрмен қарай етіміздің суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Біздің етіміздің суы тартылып қуырылып болды. Енді олардың үстінен пияз қосып, пиязды сарғайғанша қуырып аламыз. Пиязымыз сарғайып қуырылған соң, олардың үстінен жарты ас қасық томат пастасын қосып, томат пастасын да 2 минуттай қуырып аламыз. Әрмен қарай сарымсақ, оны да қосып қуырып аламыз, шамамен 1-2 минуттай. Ең соңында қызанақ пен тәтті болгар бұрышымызды қосамыз. Барлық көкөністерді қосып қуырып алған соң, олардың үстінен дәмдеуіштерін қосамыз. Менде имбир, қара бұрыш, паприка және де дәміне қарай тұз қостым. Барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жай отта жарты сағатқа қалдырамыз.
Біздің нанымыз кішкене ғана көтерілсе сол жеткілікті, қатты көтеріп қоймаңыздар, өйткені ол пештің ішінде тағы да ісініп кетуі мүмкін. Бізге ол қажет емес. Кішкене ғана ашса жеткілікті. Дайын болған нанды екіге бөлдім. Біреуі кішкентай, біреуі үлкен болу керек. Үлкенін пергамент қағазына төсеп жайып алыңыздар. Кішкентай бөлігімен бетін жабуға қалдырамыз. Біздегі дімляманың салмасы жарты сағат бойы бұқтырылып тұрды. Енді оны қамырдың бетіне қойып шығамыз. Енді етіміздің үстінен, көкөністердің үстінен картоп қойып шығамыз. Картопты етпен бірге қуырмаған себебім, өйткені картоп тез пісіп қалады, жарты сағаттың ішінде пісіп қалады. Біз дымлямамызды 1 сағаттай пешке жібереміз. Сол кезде біздің картопымыз езіліп кетуі мүмкін. Сол үшін картопты ең соңында қосыңыздар. Кішкентай бөлігімен, қамырдың кішкентай бөлігімен дымлямамыздың үстін жауып, қамырды бір-бірімен біріктіріп алыңыздар. Өз қалауларыңызбен шеттерін өріп шықсаңыздар да болады. Жұмыртқаның сары уызын жағып, бетіне күнжутпен макс сеуіп шықтым. Өз қалауыңызбен қара күнжут немесе ақ күнжут сепсеңіздер болады. «180 немесе 200 градуста қызып тұрған пеште дымлямамызды 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Менде 1 сағаттай тұрды, өйткені менде газдың пеші. Егер сіздерде светтің пеші болса, беті қызарғанша күтесіздер. Менің дымляма тестем осылай шықты. Қамыры өте жұмсақ, оңай кесіліп жатыр. Ішін ашып, қазір сіздерге көрсететін боламын. Картошкасы өте жұмсақ, езіліп тұр, иісі керемет шығып тұр. Болгар борщының иісі өте әдемі болып шығып тұр. Тамақ өте дәмді болып шықты. Біздің ерекше тамағымыз, дымляма тестеміз дайын болды. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.